Саламатсыңдар ма, балалар? Здравствуйте, дети! Қазақ тілі сабағына қош келдіңдер. Добро пожаловать на урок казахского языка. Бүгін желтоқсанның 4-ші жұлдызы. Сегодня 4 декабря. Сабақтың тақырыбы, тема урока Абай Құнанбайұлы. Абай Құнанбайұлы 1845 жылы Семей облысында дүниеге келген. Абай Кунанбаев родился в 1845 году в Семипалатинской области. Абай Құнанбайұлының жыл мезгілдеріне арналған өлеңдері бар. У Абая Кунанбаева есть стихи, посвященные временам года. Сондай-ақ Абай Құнанбайұлының мынадай қара сөздері де бар. Также у Абая Кунанбаева есть слова назидания. Балалар, биыл Абай Құнанбайұлының туылғанына 175 жыл толды. Соған орай Қазақстанда және қазақ елінде түрлі іс-шаралар өтті. Енді мен Абай Құнанбайұлының туғанына 175 жыл толуына орай қарасы әнін орындап берейін. Көзімнің қарасы, көңілімнің санасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы, бітпейді іштегі ғашықтық жарасы. Қазақтың данасы, жас үлкен ағасы, бар демес сендей бір адамның баласы, бар демес сендей бір адамның баласы. Жылайын, жырлайын, ағызып көз майын, айтуға келгенде қалқама сөз дайын, айтуға келгенде қалқама сөз дайын, айтуға келгенде қалқама сөз дайын.